Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте керемет көтерілетін кекстің рецептін ұсынып отырмын. Мен бұл кексті күнделікті жасаймын. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді кегіс. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ішін кесіп көрсетем, өте дәмді, әдемі кекс. Кестесіне керек заттар: 3 жұмыртқа, 200 грамм сары май, 100 грамм шекер, 200 грамм жаңғақ, разрыхтитель және мынандай қалып керек. Жұмыртқамызды айналдырып алам миксерден. Шекерім салам. Шекер жақсылап ергеннен кейін өзі масса ақ көпіршікке айнала бастайды. Сол кезде жұмыртқа мен шекер ериді. Енді оған майым салам, ақ көпіршік болады. Менде сары май. Маргарин жасаңыздар да болады, сары май дәмді болады. Майды араластырған үстіне 50 грамм айран құям. Разрыхтитель салдым. 5 миллиграмм, менде бәрін сала салдым. Енді жайлап ұнымызды салып, массамызды осылай араластырамыз миксермен. Онды бірден салып жүрмеу керек, қою болып кетпеу керек. Көз мөлшермен жайлап салып отырамыз. Жаңғағымды салам. Жаңғақ орнына мейіз жасаңыздар да болады. Мен жаңғақ салдым бүгін. Қоюлығы осындай болу керек. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Сонда кексіміз әдемі көтеріледі. Енді мына қалыпқа мен пальға қаптап қойдым. Піскен кезде тез түсу үшін осы пальгадан көтеріп түсе саламыз. Қалыпқа салам. Шамалы өстіп қозғап жібереміз, беті біркелкі болу үшін. Достар, міне кексіміз пісті, өте әдемі көтерілген. Қатты көтерілген соншалықты беті жарылып кеткен. Негізі кекс осылай көтерілу керек. Мен күнделікті десем де болады, істеймін. Қалай құйылам, қозғап, осылай бәрі осылай көтерілетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Пальға төсесеңіз өстіп қалыптан оңай алынады. Енді қазір ішін кесіп көрсетем. Иісі деген керемет. Мына ішін кесіп көрсетіп жатырмын. Іші міне үгітіліп тұр. Егер де менің рецептім ұнап жатса, коммент жазып, қоңырауша басыңыздар.